Енді сүрге өз жерде білетіндеріміз бар, сөзде тұрғандарымыз бар, кейін барып көргендеріміз бар. Қазақтың керемет бір жері. Сондай жерден өстік. Оны бітірдік. Сол сүрген топырағынан арай бірге жүрдік. Кейін Егінбай Шара екеуі мына Кировадағы үйде тұрды. Өз үйге келіп жүрдік. Бұл кезде қыздарымыз кішкентай ғана. Енді кейін Егінбай қайтыс болғаннан кейін бір рет зеркал сотталмай содан кішкене талап болып қалды. Енді қалай дейміз? Бұл тұрған барлықтарымызға енді қазіргі кездерде мынау ас беру қазір көп болып жатыр, бір жағынан дұрыс қой. Сондықтан қазір көп кластастарымыз басқа астарға кетіп жатыр. Мысалы Нұртай деген астықтан әйелі соның несінде жүріп көкшікті. Сондықтан бұл жерде бүгін кластастар арасынан бұлдар құралай жерлерге барып жүрміз еліп қарсы отырмыз. Айтатын әңгімелер бар. Ақкөңіл азамат несі айтады ғой, өзің есеткен кезде, аңқалап еткен кезеңдерде жүрегі көрінетін азамат. Өте жас азаматтың жүрегі. Бізде отырған барлықтарымыздың естерімізде тұрып сол жаңағы аңқалап жүрген күлкісімен бәріміздің есімізде болады. Бәріміздің жүрегімізге тең мәңгі қалады деп есептейміз. Себебі қалай дейді, адамның баласының несі өзінің көрген адамдармен бірге мәңгі жасайды. Одан кейін тек ары қарай өзінің ұрпағымен мәңгі жасайды. Сондықтан жаңа және екі қызымыз Арина және Жүзер екеуіне де көп рахмет. Алла жолдарыңды ашсын. Сендердің жанұяларың және өзіңнің кейін сендердің ұрпақтары ары қарай да Егінбайды сендердің әкелеріңді еске алып отыратын болсын. Құдай Алла тағала соны жеткізсін. Ең бастысы біздің елімізде тыныштық болсын, бейбіт аспан болсын. Құдай Алла тағала Украинада сияқты, басқа да сияқты